Саламатсыздар ма? 8-ші сынып оқушылары 3-ші тоқсанға арналған алгебра пәнінен ТЖБ тапсырмасының 2-ші нұсқасын түсіндіретін боламын. Қажет болса каналымда жалпы нұсқасы және 1-ші нұсқасы бар, және алгебра пәнінен бөлек геометрия және физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Жалпы оқушылар 6 тапсырма беріледі. Барлығы түгел орын алған жағдайда 20 ұпай қойылады. Енді бірінші тапсырмада былай делінген: кестеде аяқ киім өлшемдерінің сатылу жиілігі көрсетілген, жинақталған жиілікті табыңыз. Яғни 39-ші размерде бір аяқ киім, 40-ші размерде, яғни 40 өлшемі бар аяқ киімнің 4-еуі сатылған, 41-ден 6-ау, 42-ден 5-еу, 43-тен 4-еу сатылған екен. Жинақталған жиілікті табыңыз дейді. Ол үшін мұндағы сатылған аяқ киімдердің санын қосып шығамыз. 1-ге 4-ті қосамыз 5 болады, оған 6-ны қосамыз 11 болады, оған 5-ті қосамыз 16, 4-ті қосамыз 20 болады. Демек бізде е дұрыс жауап болады екен. Ал енді екінші тапсырмада f от x тең x квадрат минус 4 функциясы берілген. Біз мұндағы x орнына 3-ті қойған кездегі мәнін табуымыз қажет. Сонда оқушылар x орнына, яғни минус 3-ті қоямыз, тең болады минус 3-тің квадраты минус 4 деп аламыз. 3-тің квадраты 9, азайтамыз 4-ті, тең болады 5-ке. Сонда жауабы x орнына 3 қойған кезде бізде y 5-ке тең болады екен. Келесі 3-ші тапсырмада f от x тең болады x квадрат минус 4x минус 5 функциясы берілген. Астында берілген графиктің симметрия өсінің теңдеуін жазыңыз. b-да ox өсін берілген функция қандай нүктеде қияды, ал v-да oy өсімен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз, ал соңында, яғни g-да функция графигін салыңыз. Оқушылар ең алдымен а тапсырмасында x-ті табуымыз керек. Яғни бізде x тең болады m-ге. m тең болады, оның арнайы формуласы бар, минус b бөлінген 2a. Енді орнына қоятын болсақ, а бізде мінеки 1-ге тең, b минус 4-ге тең, с минус 5-ге тең. Сонда формулада минус бар, мұндағы минус 4 пен плюс 4 болады, 2 көбейтілген 1 деп аламыз. Сонда x тең болады 2-ге. Енді b тапсырмасы бойынша y-ті 0-ге тең деп аламыз. Сонда x квадрат минус 4x минус 5 тең болады 0 деп аламыз. Енді дискриминант шешетін болсақ, b квадрат минус 4асы, жаңа айтып өттік, a 1-ге тең, b минус 4-ге тең, с минус 5-ге тең. Сонда минус 4-тің квадраты минус 4, көбейтеміз 1-ді, көбейтеміз минус 5-ті. Минус 4-тің квадраты 16, минус 4, 1, минус 5-ті көбейтетін болсақ 20 болады. 20-ға 16-ны қосамыз, сонда 36 болады. 36 бізде оқушылар 0-ден үлкен, яғни плюс минус 6-ның квадраты. Енді бізде 2 түбір шығады. x1 мен x2-ні табамыз. Минус b плюс минус түбір астында d деп аламыз да, бөлеміз 2a-ға. b мінеки минус 4-ге тең, формулада минус таңбасы бар, сонда 4 болады, плюс минус түбір астында 36. Бөлімінде 2 көбейтілген 1 болады. Енді 4 плюс минус 36, 6 болып шығады, бөлеміз 2-ге. Сонда оқушылар 4-ке қосамыз 6-ны 10 болады, 2-ге бөлеміз 5 болады. Мұнда 4 минус 6 минус 2, 2 бөлеміз минус 1 болады. Сонда жауап емес, бұлай жасақта болады, жауап демек 5-те 0, яғни ox өсімен қиылысу нүктесін тауып жатырмыз, және минус 1-де 0 болады. Енді v тапсырмасы бойынша x-ті 0-ге теңе боламыз. Яғни x орнына 0 қойған кезде y қаншаға тең болады, соны табамыз. f0 деп аламыз да, x квадрат минус
4х минус 5 тең болады. Мұнда бірден жазып кете салсақ та болар еді негізі. 0-дің квадраты минус 4 көбейтілген 0 минус 5 тең болады минус 5-ке. Сонда 0-де минус 5 болады. Оқушылар А, Б, В тапсырмасындағы берілген мәліметтерді пайдаланып функцияның графигін сызатын боламыз. Мінекей мұндағы симметрия өсі 2-ге тең. Мұнда бірдесен y-дің мәнін тауып кетсек те болар еді. Мұнда 2-ге қоятын болсақ 4 болады. Минус 8, минус 5, минус 8 бен минус 5, минус 13 болады. Мұндағы 4 пен сонда y бізде минус 9-ға тең болады екен. Сонда симметрия өсі 2-ге тең болатын болса, y бізде минус 9-ға тең екен. Ал мұнда мінекей OX өсімен қиылысу нүктесі 5-тен 0 және минус 1-ден 0 екен. Ал OY өсімен қиылысу нүктесі 0-де минус 5 болады. Оқушылар мінекей сендерге дайын салып қойған суретті түсіндіріп өтейін. Симметрия өсі 2-ге тең болған кезде y минус 9-ға тең болды. Мінекей мұнда бір нүкте орналасады. OY өсімен қиылысу нүктесі 0-де минус 5, ал OX өсімен қиылысу нүктесі минус 1-ден 0 және 5-тен 0 болды. Осы нүктелердің бәрін қосқан кезде мінекей парабола тармағы жоғары қараған берген функцияның графигі осылай шығады екен. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада 1000 метр жүгіруде 8-ші сыныптың ұл балалары төмендегі көрсеткішті көрсетті. Мінекей 8-ші сыныпта ұл балалар 10 екен. Біріншісі 175 метр, екіншісі 250 метр, үшіншісі 210 метр. Мінекей осы кестеге қарап қайсысы қанша метрге жүгіргенін көруге болады. Енді бізге тапсырма былай дейді: 20 қадаммен интервалдық кестені құрыңыз. Алынған көрсеткіштердің арифметикалық ортасын табыңыз. Оқушылар арифметикалық ортасын табу үшін мұндағы сандардың барлығын қосамыз да оқушы санына бөлеміз, яғни 10-ға бөлеміз. Оқушылар мінекей ең кішкентай бізде 175-ге тең, оған 20-ны қосамыз. Бізге 20 қадамдық интервал кестесін құрастыру керек еді. 20-ны қоссақ 195 болады. Сол сияқты 195-ге 20-ны қосамыз, 215 шығады, оған 20-ны қосамыз, 235 шығады. Сол сияқты 235-ге 20-ны қосамыз, 255, ал соңғысы 255 және 275 болады. Енді осы 175 пен 195 сан аралықтарындағы сандар бізде екі рет кездеседі екен. Яғни мұнда 175, мұнда мінекей 180. Сол сияқты 195 пен 225 осы сан аралықтарындағы мұндағы сандар екі рет кездеседі. Мұнда да екі рет, мұнда бір рет, мұнда үш рет кездеседі. Барлығын қосқан кезде мінекей 10 деген сан шығу керек. Ал енді оқушылар арифметикалық ортасын табу үшін осы сандардың барлығын қосып шығамыз. Мұндағы сандардың бәрін қосқан кезде 2265 шығады. Оны 10-ға бөлген кезде 226 бүтін 5 шығады. Сонда арифметикалық ортасы мінекей 226 бүтін 5-ке тең болады екен. Енді оқушылар 5-ші тапсырмада былай делінген: ара қашықтығы 300 км болатын екі қаланың бірінен екіншісіне екі көлік жүргізуші бір мезгілде шықты. Бірінші туристің жылдамдығы екіншісіне қарағанда 10 км/сағат артық болғандықтан екіншісінен ол 1 сағат ерте келеді. Әр туристің жылдамдығын табыңыз. Оқушылар мінекей есептің берілгені бойынша екі қаланың ара қашықтығы 300 км. Бірінші туристің жылдамдығы екінші туристің жылдамдығына қараған кезде 10 км/сағатқа артық. Бізде екінші туристің жылдамдығы x деп аламыз да, мұнда бірінші туристің жылдамдығын x қосылған 10 деп аламыз. Ал енді оқушылар бірінші туристің жылдамдығы екінші туристің жылдамдығына қараған кезде, яғни 10 км/сағат артық болғандықтан ол 1 сағат ерте келеді екен. Яғни айырмашылығы 1 сағат болып тұр. Жалпы уақытты табу үшін жолды жылдамдыққа бөлеміз. Осы формуланы қолданып теңдеу құрастырамыз. Сонда 300-ді бөлеміз x-ге, яғни екінші туристің жылдамдығына азайтамыз. Бірінші туристің уақытын табайық. X қосылған 10-ға бөлемізді тең айырмашылығы 1 деп аламыз. Енді теңдеу құрастырдық, осыны шешетін боламыз. Ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі x көбейтілген x қосылған 10 болады. Мұнда біз x қосылған 10-ды береміз. Ал мұнда x-ті береміз. Мұнда x квадрат қосылған 10-ды береміз. Қосылған 10x-ті береміз. Енді көбейтетін болсақ, мұнда 300x болады. Қосылған 3000.
ал мұнда минус 300х болады. Мұнда көбейтетін болсақ, өзі шығады, х квадрат қосылған 10х шығады. Енді мұндағы екеу қысқарады, 3000 қалады, сонда бізде минус х квадрат минус 10х плюс 3000 тең болады 0 деген теңдеу шығады. Енді оқушылар осыны мұндағы минустан құтылу үшін бөліп жіберсек болады. Сонда х квадрат плюс 10х минус 3000 тең болады 0 деген теңдеу шығады. Енді дискриминант табатын болсақ, b квадрат минус 4ac бізде a 1-ге тең, b 10-ға тең, c минус 3000-ға тең. b-ның квадраты, яғни 10-ның квадраты деп алайық, мына бізде оқушылар 1 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 3000. b-ның квадраты 100 болады, мұнда 1200, сонда 12100 болады. Енді x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a. b бізде 10-ға тең, формулада минус таңбасы бар, минус 10 болады, плюс минус түбір астында 12100 бөлеміз 2 көбейтілген 1-ге. Сонда минус 10 болады да, мұнда плюс минус 121 түбір астынан 11 болып шығады, 2 0-дің біреуі шығады. Бөлеміз 2-ге. Минус 10 минус 110 120 болады, яғни минус 120 бөлеміз 2 минус 60 болады. Минус 10 плюс 110 100 болады, 2 бөлеміз 50 болады. Сонда оқушылар біз минус 60-ты жауапқа алмаймыз, плюс таңбаны аламыз, сонда v1 бізде x қосылған 10 км сағат еді. X 10-ы 50-ді қоямыз, қосамыз 10-ды. Тең болады 60 км сағатқа. Ал енді v2 бізде x км сағат еді, яғни ол 50 км сағат болады екен. Сонда оқушылар жауабы 60 км сағат және 50 км сағат. Оқушылар тексеріп көрсек болады, жаңа x бізде 50-ге тең болды, 300-ді бөлеміз 50-ге 6 болады, 300-ді бөлеміз мұнда 60 болады, 5 болады, сонда 6-дан 5-ті азайтсақ, мінеке мұндағы 1 шыға келеді екен. Келесі оқушылар 6-шы тапсырмада жерден жоғары лақтырған доптың жерден биіктігін мына формуламен өрнектейді. Мінеке мына формуламен өрнектеледі. H биіктік метр есебімен, ал T дегеніміз бұл уақыт секунд есебімен. Ал енді А тапсырмасында 3 секунд өткенде доп қандай биіктікте болады. Б тапсырмасында неше секунд өткеннен кейін доп 7 метр биіктікте болады. Ал В-да доптың ең жоғарғы биіктігі қандай? Оқушылар ең алдымен негізгі берілген формуланы жазып алайық. HT тең болады 12T минус 5T квадратқа. Енді А тапсырмасы бойынша Т 3-ке тең болған кездегі биіктікті есептейміз. Яғни H, мұнда Т-ның орнына 3-ті қоямыз. 12 көбейтілген 3 минус 5 көбейтілген 3-тің квадраты тең болады. Мына екеуін көбейтсек 36. 3-тің квадраты 9. 5-ке көбейтеміз. Яғни минус 5-ке көбейтеміз. Минус 45 болады. Сонда азайтылады. Минус 9 болады.
Сонда жауабы оқушылар минус 9 деп алмаймыз, 9 метр деп аламыз. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша биіктігі 7 метр болған кездегі мәнді есептейміз. Яғни 12t минус 5t квадрат тең болады 7-ге. Яғни оқушылар биіктігі 7 метр болған кездегі уақыттың мәнін есептейтін боламыз. Енді минус 5t квадрат қосылған 12t минус 7 тең болады 0 деп аламыз. Мұндағы А бізде минус 5-ке тең, Б 12-ке тең, С минус 7-ге тең. Сонда Б квадрат минус 4АС, Б бізде 12-ке тең, 12-ні квадраттаймыз. 4 көбейтілген минус 5 көбейтеміз минус 7. 12-ның квадраты 144, минус 5, минус 4 плюс 20 болады, минус 7 мен минус 140 болады. Азайтамыз 4 болады. Т1 мен Т2-ні табамыз. Минус Б плюс минус Д бөлінген 2А. Мұнда Б бізде плюс 12, минус таңба бар екен, минус 12 деп аламыз. Сонда минус 12 плюс минус 2 деп аламыз. Мұнда минус 10 деп аламыз. Сонда оқушылар минус 12, минус 2, минус 14 болады. Минус 10-ға бөлсек 1,4 болады. Мұнда минус 12 плюс 2 минус 10-ды береді. Минус 10-ға бөлсек 1 болады. Сонда Т1 1,4 секунд, ал Т2 тең болады 1-ге. Енді С тапсырмасы бойынша максимал биіктік табамыз. Ол үшін оқушылар, яғни параболаның ең төбесіндегі нүктені табамыз, n-ді табамыз. N-нің арнайы формуласы бар, b квадрат минус 4ac бөлінген 4a. Енді оқушылар, біз негізгі теңдеу жазып алайық. Ең алдымен h-ты тең болады 12t минус 5t квадрат. Мұндағы бізде a тең болады минус 5-ке, b тең болады 12-ге, ал с тең болады 0-ге. Енді орнына қоятын болсақ, b квадрат, яғни 12-ның квадраты минус 4 көбейтілген минус 5 көбейтеміз, с бізде 0-ге тең. Бөлімінде 4 көбейтілген минус 5. 12-ның квадраты 144, минус 5 пен 4 минус 20-ны береді. Сонда 144-ті минус 20-ға бөлетін болсақ, минус 7,2 болады. Минус 7,2 болады екен. Сонда бізде максималды биіктік тең болады 7,2 метрге. Сонымен оқушылар, өздерің көріп отырғандай 6 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, міндетті түрде комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.